Жемқорлықтың түбі қорлық, сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ тақырыбында оқушылар арасында сурет байқауы өтті. Талдықорғандық ең үздік 50 бала марапатталды. Нұрберген Алдаберген Шоқан Уәлиханов атындағы 10-шы орта мектебінің 5-ші сыныбында оқиды. Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ атты сурет байқауына ерекше туындысын ұсыныпты. Көркем өнері мен жемқорлықтың түбі қорлық болатынын жеткізіпті. Нәтижесінде үздіктердің қатарынан көрінді. Неге отырған кісінің қолы кісенделіп тұр. Мына кісі мысалы сот. Ол мына түрмеге жабылайын деген адам оған ақша пара бергісі келіп тұр. Бірақ та ол әділ адам болып, ана параны алмай өзінің ұрпағын, яғни парақор болмас үшін ақшаны бас тартып, бәрін шыны әділ ретінде байынан ақшадан бас тартып тұр. Байқаудың мақсаты дарынды балалардың бейнелеу өнерін шындап қана қоймай, жемқорлыққа қарсы тұруды тал бесіктен тәрбиелеу. Жемқорлық індет, айықпас дерт екенін ұғындыру дейді жауаптылар. Жалпы тәрбие тал бесіктен басталады демекші, осы сурет арқылы балалар өздерінің шығармашылығын, өздерінің ойларын осы суретке түсіріп, осы сурет арқылы осы біз қоғам болып жемқорлықпен күресуіміз керек деген ойда солай өздерінің үндерін көрсетіп жатыр. Балалардың туындылары оқушылар сарайының бір бұрышын бейнелеу өнерінің көрмесіне айналдырды. Оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері марапаттап, сый-сияпаттарын табыстады. Шара соңы концерттік бағдарламаға ұласып, айнала көтеріңкі көңіл күйге толы болды.